тақырыбымызға келетін болсақ, лудомания, гэмблингпен кім ойнайды? Оның портретін жасау мүмкін бе? Оны емдеу мүмкін бе? Тіпті лудоманиямен қазақи әдістермен емдеймін деген жарнаманы да көрген боларсыздар. Қазақстан Республикасындағы лудоманияны қорғайтындардың ең бірінші айтатын аргументі, олар біздің салыққа өте қомақты қаражат әкеліп отыр. 2023 жылдың дерегіне сәйкес мемлекеттік кіріс комитетіне 109 миллиард теңге ойын бизнесінен келген болатын. Бірақ та сізге сұрақ, 109 миллиард ол қайдан келген қаражат? Ол шетелдік инвесторлардың Қазақстанның мұнайдың экспортынан түскен қаражат емес. Ол сізбен біздің немесе өзге де сіздің танысыңыздың онлайн бизнес ойнайтын танысыңыздың қалтасынан келген қаражат. Яғни сырттан келген айналым емес. Жалпы лудомания мен гэмблингке келетін болсақ, бұларды қандай да бір тәуелділіктің, соның ішінде алкогольдік және наркологиялық тәуелділікпен қатар қоятындар да бар. Бірақ есімізде болса, алкогольдік және наркоманиялық тәуелділіктен емдеудің бірден бір жолы ол медикаменттер қабылдау. Ал лудомания психологиялық ауытқу болғандықтан, оны дәрі-дәрмекпен, қазақы еммен, оқшаулау арқылы емдеудің халықаралық қалыптасқан классификациясы әлі де жоқ. Егер біз өзіміздің дерттің атын білсек, бірақ та емдеудің жолы мен оның пайда болу себептерін білмесек, оны емдеуде мүмкін емес. Сол үшін Қазақстанда ең алғаш ойын бизнесіне қатысты зерттеу 2011 жылы, 2023 жылы өткен болатын. Сол деректерге сәйкес, Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 139 мың адам тұрақты түрде онлайн ойын ойнайды екен. Және онлайн ойнаушылардың орташа жасы Қазақстанда 25 пен 30 жас аралығында. Неліктен онлайн ойнайды? Олардың басқа табысы жоқ па? Немесе өмірдің өзге де адреналин саласына алғысы келген қызығушылықпен барған адамдар жарнаманың құлы ма? Осы сұрақтарға әртүрлі ғалымдар, психологтар, дәрігерлер, әлеуметтанушылар, тарихшылар, тіпті шетелдік мамандар әртүрлі жауап береді. Неліктен? Себебі дәл Қазақстандағы лудоманияның Қазақстанға ғана тән өзінің мәселесі бар. Әлем бойынша лудомандардың отаны саналатын қай мемлекет десеңіз, ол ақш, Канада, Қытай, Ресей, Колумбия, Аргентина сияқты мемлекеттер. Бұл мемлекеттердің барлығын не біріктіреді? Бұл мемлекеттерде ойын бизнесі мүлдем реттелмейді, немесе керісінше ойын бизнесі көңіл көтеру саласының салық ең жоғары келетін салалардың бірі болып табылады. Мысалы, ақшта Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити сияқты салалар ең көп табыс әкелетін және сол мемлекеттің көңіл көтеру саласындағы ең көп адамдарды қызметпен қамтып отырған сала болып табылады. Ал Қазақстанның салығының табысының кіріс бөлігінде лудоманиядан немесе ойын бизнестен түскен табыс көлемі қанша екенін анықтап білу мүмкін емес. Себебі біздің заңның ережелерінің кемшіліктерінің бірі, мемлекеттік кіріс комитеті Қазақстанның қанша азаматы қай күні қашан қанша қаражат жұмсайтынын білу мүмкін емес. Бұл тағы да бір заңдағы олқылықтардың бірі болып табылады.